Сәлем құрметті көрермендер, бүгін сіздермен мен қазақша бизнес сабақ каналы Сапаров Тілі. Құрметті көрермендер, бүгін сіздерге мен компьютер тез қосылу үшін не істеу керектігін үйретемін. Ең бірінші біз пуск белгісін басып, яғни мына пуск белгісін басып, клавиатурадағы ағылшынша R белгісін басамыз. Мына осында бізде окошко ашылады, оған біз MC config деп жазамыз. MC config деп жазамыз. Сілтемесін астына қалдырамын. Окей деп басамыз. Егер сіздің компьютеріңіз қататын болса, мына автозагрузка дейтінге кіреміз. Мысалға менде 362 рет керек емес, маған қосылғанда міне операционный деген тек сол тұрса болды. Болғаннан кейін сіздерде көптеген программа, компьютерлеріңізде көптеген программа болатын болса, бұл астында көптеген программады галочкасын алып тастауға болады. Сонымен применить дегенде басамыз. Окей деп басамыз. Сонымен бұл жерде қазір шығу керек еді негізі, бірақ шықпады. Мен жаңадан бері көп жасағанмын. Осыған кіріп галочкалерді алып тастағанмын. Сөйтіп сіздерде осындай белгіші шығады. Перезагрузка жасайсыз бе, немесе выход без перезагрузка дейді. Сіз выход без перезагрузка дегенді басасыз. Сөйтіп сіз компьютерді қосқан кезде компьютеріңіз қатпайтын болады. Сіздермен болған мен қазақша бизнес сабақ каналы Сапаров Тіл. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.